Seni kurmayı okuşlar. Tınçlık saqlaymiz. Amazsızlarga kurmayı okuşlar. Bugungi kunlaringizga sa'tlik tilayman. Ендеше sizlarga o'rtaga chiqib, bir-birimizga bugungi kunga sa'tlik sabaqimizni boshlasak kelib Менің атым Жадыра. Мен сіздерге бүгін жадыраған, жайнаған көңіл күй тілеймін. Тамаша, Мадияр, қандай тілек айтасыз? Мақсаттарына жетіңдер. Тамаша, рахмет. Сая, қандай тілек айтасыз? Сәмен сияқты алғыр болыңдар. Ғажап. Ануар, қандай тілек айтасыз? Ақ көңіл болыңдар. Тамаша, Айша, қандай тілек айтасыз? Ақ көңіл, ақ көңіл болыңдар. Жақсы, Еркежанға тілек айтасыз? Ерен еңбектеріңмен өздерінің мақсаттарыңа, армандарыңа жете біліңдер. Жақсы, рахмет. Ендеше қоштастық. Әдебиет теориясы бойынша дайындалып келуге және осы біз өткен сабақтарда өткен көшпелі алтын шығармасы бойынша сюжеттік барлық құрылымы кейіпкерлерді қайталап келуге берген болатынбыз. Қазір сіздердің білімдеріңізді мына топқа бағдарлама арқылы тексерген білесіздер, білесіздер қолданып жүрген мына жерде аты-жөндеріңізді жазасыздар, әрқайсыларыңыздың алдарыңызда тұр. Және берілген жауаптар бойынша береді дейсіздер. Зекіреттер. Келесі сіздерге балалар мені жібердім және сабақ басталардың алдында екі топ Google форма онлайн кіресіздер, жауаптарыңызды белгілейсіздер және ақпарат тетігін басқан кезде жауаптарыңыз маған келіп тұрады. Қанша балл жинағандарыңыз келістік пе? Ал ендеше бірінші топпен бірге отырып жасаймыз. Барлығымызға сұрақ бір. Дайынбыз ба? Аты-жөндеріңіз қайсыңыздар ма? Бәрімізде бар, е? Так, сіздер екінші үшінші топ ұялы телефонға кіріңіздер, сіздер ұялы телефонға кіріңіздер. Біздің сабақ чатында Google формамен сіздерге берілген бәрімізде сұрақтар бар. Біз бірінші топ осымен жасаймыз. Сонымен сұрақтар. Көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушыға әдеби образ анықтамасына сай сөзді белгілейміз. А. Портрет, Б. Кейіпкер, С. Оқиға. Белгілейміз. Белгілейміз. Сауаттылығына дайындалған кездегідей белгілеп отырамыз. Келесі, екінші сұрақ. Қоскөл орта мектебін дүрліктірген жаңалық. А. Көшпелі алтын мектепке келді. Б. Сәмен көшпелі алтын көріпті. С. Көшпелі алтын Сәменнің ағасының үйіне келді. Тамаша. Үшінші. Мамыттары совхоз орталығынан алыс орналасқан шақырым. А. 15, Б. 30, С. 20. Үлгеріп жатырмыз ба? Келесі балалар. Төртінші сұрақ. Сәмен Шымбұлақ сайынан жортып өте бергенде, кенет астындағы торы осқырынып жалып берді. Аяқ астынан үріккен аттың жалын ұшып қалған ол әндеп құламай қалды. А. Ыстық көлдің жағасына, Б. Мектептің ауласына, С. Шымбұлақ сайында. Ақылдаспаймыз, өзіміз белгілейміз. Бесінші сұрақ. Үстіне көнелеу комбинезон киген, басы жалаңбас, селтеген, сары шаштары үрпиіп бұйраланған кейіпкер кім? А. Сералы, Б. Қажытай, С. Галуза. Алтыншы сұраққа келдік балалар. Сәмен мен Қажытайдың лабораториядан шығуына себеп болған құрылғы. А. НП3, Б. АНК03N, С. ГАЗ 69. Белгілейміз. Жақсы. Келесі. Жетінші сұрақ. Көшпелі алтын шығармасына тән жанр. А. Детектив, Б. Тарихи, С. Ғылыми фантастикалық. Сегізінші сұрақ. Сәменнің шайтандауға барған себебі. А. Тауды көргісі келді. Б. Аң аулауға, С. Құпияны ашқысы келді. Көріп жатырмыз ба? Келесі тоғызыншы сұрақ. Алтынның көше себебі. А. Алтынның сиқырлы болуынан. Б. Бақыт
келуіне С оның алтын болмауы. 10-шы сұрақ. Сәмен мен Қаштайға шайтанда үңгірде кездескен кейіпкер А. Жандаров, Б. Әбділда, С. Галуза. Болдық па? Саяр көріп жатсың ба? Белгілеңіз. Келесі балалар 11-ші сұраққа келдік. Шайтандау етегіндегі жартас қабатының шыныға айналуының себебі А. Қышқыл жаңбыр, Б. Таудың етегіндегі бұлттар, С. Жоғарғы температура. 12-ші сұрақ. Шығармадағы физик-математик Борис Михайловичтің мамандығына тән нұсқа А. Машина механик, Б. Ұшқыш-диспетчер, С. Атмосфералық электр төңірегінде. 13-ші сұрақ. Аңызға толы тау А. Қаратау, Б. Алатау, С. Шайтантау. Қайсы? Әрине Шайтантау. Келесі балалар. 14. Совхоздың ортасынан ағып өтетін өзен А. Сырдария, Б. Ертіс, С. Шымбұлақ. 15. Бейжіткен әдеттің мамандықтары А. Өрт сөндіруші, Б. Орман қорғаушы, С. Атмосфералық электр. 16. Сәмен көшпелі алтын көріпті деп түрлікке мектеп А. Қостөбе орта мектебі, Б. 5-ші орта мектебі, С. Қоскөл орта мектебі. 17-ші сұрақ. Сәменнің досы Талап, Қорған Қаштай кім? Қаштай, әрине. 18-ші сұрақ. Борис Михайлович Бейжітқа тән мамандық А. Геолог-археолог, Б. Физика пәнінің мұғалімі, С. Физика-математика ғылымының докторы. Білмеймін мен қайсы екенін. 19-ші сұрақ. Ел астында аңыз болған алтынға тән тау А. Алатау, Б. Қызылтау, С. Шайтантау. Қайсы? Әрине Шайтантау. Соңғы сұрақ. Сәменнің не жақын досы? Ернұр ма, Жанамай ма, Қаштай ма? Кім? Қаштай. Екі топ маған жібергендеріңіз келіп жатыр. Қалғандарыңыз жіберіңіздер жауап нұсқасын. Ал енді болды аяқтадық. Қазір мен тексерейін. Қара немен белгілеу керек. Шыңғыс 85% көрсетті. Жақсы, тамаша. Алып жағды көрейік. Аружан боямапсыз сіз. Толық боямағаннан кейін жауабыңыз 40% көрсетті. Балалар, сіз бояу жүріңіз бе бұны? Бояу керек толығымен. Немесе А нөмірдің жауабын көреді. Аны 75% әлі сәл дайындалу керек. Сая болды. Әкелді. Болды, осы жауаптарыңызға сәл кете береді. Айша 75%. Кеткен жауаптарыңызды содан кейін қайтадан ойланып көріңіздер. Жаман емес. 85%. Тамаша. Сая. Жақсы. Әкеле ғой. Тамаша. Жақсы. Толықтыру керек. Жақсы. Жақсы балалар, сіздерге жауаптарыңыз маған келіп жатыр. Мен сіздерге кейін кері байланыс беремін. Енді балалар, сіздер жаңа келген кезде қалай отырдыңыздар, солай отырдық. Енді топқа бөлініп келейік. Мен сіздерді мына отырғандарыңыз бойынша 1, 2, 3, 4 сандарымыз сақтауда. Есімізге ажақтан бастаған еді. 1, 2, 3, 4, 5. Сіздер 6, сіз 6, сіз 7, 8, 9, 10, 11. Сіз 12, 13, 14, 15, 16 сіздер. Жақсы қазір топқа бөліп көрейік. Осы сандар бойынша бөліп. Көрнек ауысыңыздар. Сен қалайсың болуға? Заттарымызды ғана аламыз. Қараштарымызды алмаймыз. Алмаймыз. Заттарымызға отыра берсін. Өзіңізді заттыңызды ғана алыңыз. Бұттан алсын. Жақсы. Бұттан қадырда көп кетті ғой. Қажаққа
ендеше орыс тіліне байланыстырып мұқият тыңдаңыздар, содан кейін ол қандай құбылыс екен. Таинственных и малоизученных явлений на нашей планете. Это странное и загадочное явление, которое появляется во время грозы и, как известно, может проникать через окна и иметь опасные последствия. Существует тысячи теорий ее возникновения, и ни одна из них не доказана учеными. Что же это за мистическая природная загадка? Знаю одно, повстречав вблизи шаровую молнию, человеку или любому другому существу вряд ли удастся выжить. Некоторые даже утверждают, что ее вообще не существует, а это все наше воображение. Жақсы. Құрметті оқушылар, жақсы. Енді сіздерге сұрақ. Бұл қандай құбылыс? Қандай құбылыс бұл? Шаравай молния. Ғылыми тұрғыдан қалай зерттелген? Толық зерттелмеген айта ғой, Сая? Шаровая молнияға қатысты көптеген теориялар бар, физикалық, бірақ олар абсолютті тұрғыда мойындалмаған. Мойындалмаған, тамаша не сіздерге зерттеу жұмысын үйде қарастырып келіңіздер деген болатынмын. Әлі мойындалмаған екен. Жарайсың. Келесі әңгімеде шаровая молния дегенді қалай түсіндіреді? Сіздердің алдарыңызда мәтін бар. Сіздер бұған дейін танысқансыздар, қарап көріңіздер. Қалай берілген екен? Осы шаровая молния. Мәтін тақырыбы әңгіме. Иә, мәтін қарап тұрсаңыздар болады. Сіздерде де бар ма? Неше рет оқыдыңыздар, көз жүгіріп қарап шығыңыздар. Қанша рет екен тоқшын? 9 бетті. Бұл бізде әңгіме. Сіздерге жанып. Қараңыздар, қай жерде бар екен? Дәптерге де мәтінмен жұмыс жасағанбыз. Дәптерлерімізді енді қараңыздар. Бұл туралы өткен сабақтарда композициясын талдаған кезде жасағанбыз. Таптық па? Бар ма? Тоғжан? Жоқ екен? Аружан екен? Айтамын. Незағатқан бағасы зарядтардың арасында ғана болады. Ол атмосфералық электрде жатыр. Электрдің оң және сол зарядтары бар. Олар бір-бірін тарту тиюлы қасиеттеріне ие. Жер бетіндегі заттар сол зарядпен зарядталған. Жерден биік орналасқан дене оң зарядталған. Оның рөлі кәдімгі жауын бұлт атқарады. Ауа кеусінің әсерінен оң заряд жинаған бұлт шекті мөлшерден асып кетсе атыс басталады. Бұлт өзінің зарядын шоқтап алыстан ұшқын атқызып жүргізеді. Мұны бұлттың зарядталуы дейді. Зарядталу кезінде от көрінеді. Шаровая молния бар болған энергиямен зарядталған кәдімгі ауа ғана. Ол мол энергия тудырады. Оны табиғаттың өзі тудырған шағын атом болмасы деуге болады. Шіркін. Иә, дәл осылай айтылған екен әңгімеде. Ендеше балалар, бүгінгі дұрыс айтыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесіндегі кейіпкерлер әлемі. Бүгінгі мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін даралап жинақтаймыз. Құрметті оқушылар, даралап жинақтау үшін біз бұл шығармамен бұған дейін де танысқанбыз, иә? Сіздерге алғашқы тапсырма жеке жұмыс. Мына суреттерге қараңыздар. Бұл әңгіме бірнеше бөлімдерге бөлінген. Еске түсіріңіздер. Және не істеу керек? Хикая картасы арқылы шығарма сюжетін кейіпкер іс-әрекетіне байланыстырамыз. Бағалау критерийі шығарма сюжетін кейіпкер іс-әрекетіне байланыстырамыз. Дескриптор суреттер бойынша әңгіме бөлімдерін анықтайды, кейіпкерлердің іс-әрекетін талдайды. Содан кейін, құрметті оқушылар, сіздердің алдарыңызда сабақтың басынан соңына дейін бүкіл тапсырмаларда критериялар мен дескрипторлар берілген, өзін-өзі бағалау парағы тұр. Неге сіз жеке тапсырма орындасаңыздар, жұптық қандай тапсырма орындасаңыздар да, ең алдымен өздеріңіз бағалап кетесіздер, бал санындары көрсетілген, иә? Ат жөндеріңізді жазып ұмытпаңыздар, сабақ соңына дейін мен келіп байланысып беремін. Және бұған от шашумен бағалаймыз. Жақсы, бастаңыздар. Көрініп тұр ма? Қарап алыңыздар, қазір мен уақытты қоямын. Қарап алдық па? Қарап алыңыздар. Енді еске түсіреміз. Уақыт келді, бала. Жұмыс істейміз.
жазып тәртіптерімізге орындаймыз. Жеке тапсырма. Инспекторы берген. Иә, мәтін алдарыңызда тұр. Мәтінді қарасаңыздар болады. А дискрипция қазір береді. Қалады? Сізде жетті ме? Сізде бар ма? Сізде бар ма? Жылдамдатыңыздар. Жылдамдатамыз. Ақыры аспаймыз, жеке жұмыс жасаймыз. 9 секунд қалды балалар. Жылдамдатыңыздар. Жылдамдатыңыздар. Уақыт аяқталды. Көрдік па? Тағы қосымша уақыт берейін. Тағы да қарап шығыңыздар. Бізге қысқа сөйлем жазсақ та жетеді, балаларымызге. Тамаша. Әдемі көркем жазамыз. Жаза ғой, томирис. Қаламен жазыңыз, қаламен. Дәулет. Дискрипторға да жазып жүрдік. Жақсы. Аяқтайық балалар. Аяқтаймыздар. Аяқтаған бала не істеп көреміз де? Кім аяқтады? Жақсы. Жылдамдатамыз. Болдық па? Екінші топ болды. Жақсы, уақыт аяқталды. Қалам сапты қойайық, қалам сапты бір қолыңызға да. Бірге аяқтайық. Әділ қоя ғой. Бір, екі, тамаша. Ендеше еске түсірейік. Бірінші сурет. Қандай шығарманы қол көтереміз, орнымыздан тұрып жауап береміз. Бірінші суретке байланысты. Айта ғой айтаны. От бөлімі сәменнің алтын көруі. От бөлімі сәменнің алтын көруі. Дұрыс болса от шашу. Неге сізбен келсем? Тұрып жауап берейік, жарай ма болар? Келесі екінші, бұл қай суретке байланысты? Ерте жаш. Екінші сурет, ол жерде жалғасы бар. Сәменмен қаштайтын жерде доға бар. Тамаша бағаңыздар. Үшінші бөлім қайсына байланысты екен? Үшінші Айша. Үшінші сурет ол бізде өңірдегі сыр бөлімімен байланысты. Ол жерде балалар ғалымдардан көмек сұрайды. Дұрыс па? Бағалар. Сізбен келісемін, жеке бағалау парағына өздеріңіз жеке бағалай келіңіздер. Осы айтылған жүйемені жауаптары. Бірінші таудағы от бөлімі сәменнің жалшы беткен отты көріп осылай жазып бар. Екінші шайтатауға сапар, сәменмен қаштайдың алтын сапарына аттанылды. Үшінші көшпелі алтын, үңгірдегі сыр, құпия лабораторияға тап болып, көкейдегі сұрақтарға жауап беруі. Енді оқушылар жұптық жұмыс жасайық. Сіздердің алдарыңызда кесте тұр, көру үшін. Кейіпкер, әрекетті, кейіпкер мінезіне талдау. Екеуден Сая, Аружан. Мұнда сіздер бір жұп болсаңыздар болады. Мадияр мен Нұрдәулет, Анель мен Құлжан, Айша мен Айдана, Шыңғыс пен Әмір, және үшіндеріміз бірді. Жақсы. Бағалау критерийі тыңдамағымыз. Кейіпкер әрекетін талдайды. Ерасыл. Мінездеме береді. Дискриптор шығармадағы негізгі кейіпкерді анықтайды. Кейіпкердің әрекетін талдайды. Кейіпкерге мінездеме береді. Бағалау бізде жұппен бағалау және өзімізді бағалау. Сіздердің алдарыңызда да бар. Бұл кесте көрнекі берілген. Уақыт балалар, уақыт 1 минут. Әшіміз Сая сіздің жүріңізбен. Ақылдасың, Мадияр. Нұрдәулет ақылдасыңыздар. Жеке-жеке емес, қыздар бірге жұмыс жасайды. Тамаша, бірге жұмыс жасап отыр.
Үшеуміз ақылдасамыз. Еркежан, Әділ, Нұрай. Жақсы. Дәптерге жазсаңыздар болады. Біз топ бойынша жасаймыз, балалар. Біздің топында Сәменді ғана талдайсыздар. Сіздер тек Қаштайды ғана, сіздер алдыларды талдайсыздар, жарай ма? Уақыт аяқталды көрмедік па? Тағы бір мес қосайын. Қосымша тағы бір минут қосайын. Шыдамдатайық. Жақсы. Қалаймен жазамыз. Жазай беріңіз. Қалай. Қалай бар. Аяқтадық па? Тамаша. Шыдамдатайық. Қалай. Шыдамдатайық. Шыдамдатайық. Уақыт шамалы қалды. Шыдамдатайық. Жақсы. Аяқ қазақша ойланамыз. Отты. 6. Уақыт аяқталды. Шамалы. Жақсы, болды. Қолымызды көтерейік. Қане, ұлдар, қыздар, Нұрай. Бірге аяқтаймыз. Әмір. 1, 2, тамаша. Бірінші қатар Сәменнен бастап, Сәменді үшеулеріңіз айта қойыңыздар. Сонымен кейіпкер сіздерде кім? Так, тоқтырамыз. Екінші топтан Тоғжан мен Анель бағалайды. 2 о әдісімен сіздер білесіздер. Бұны арқаға сіздердің алдарыңызда стикер тұр. Құнды әдісімен қандай ақпарат құнды болды, қандай ақпарат қызықты болды. Толықтыратын тұстар болса айта кетесіздер. Тұрып сөйлейміз, айта ғой. Үшеулеріңіз бір жұпсыздар. Тамаша. Айта ғой. Сонымен сіздерде кейіпкер Сәмене. Жақсы. Әрекеті қандай болды? Жақсы. Мінезі ақылды, батыл, зерек, өзін қызықтырған нәрсе үшін ешкімден тез алмайды. Дейді. Сіздер қалай бағалайсыздар? Құнды ақпарат болды ма? Ақпараттар құнды ма? Ашылды. Мінезінде жақсы айтты. Қызықты болды ма ақпарат? Толықтыратын тұстар бар ма? Рахмет, жарайсыздар, мен сіздерге дәл солай бағалаймын. Енді Тоғжан мен Анель сіздер айта берсеңіздер, мына топтан үшеулеріңіз бағалайсыздар. Құнды қызықты ақпаратын. Жақсы? Біздегі кейіпкер қаштай болды, оның әрекеті осы менен бірдей Жақсы. Мінезі ақылды, зерек, қызығушылығы мол, қайсар, батыл және де адал. Ақпарат құнды болды ма? Ақпарат құнды болды, өз ойларын жақсы жеткізді. Қаждайдың іс-әрекеті мен мінезін жақсы ашты. Рахмет сіздерге, келісемін. Енді сіздер айта кетсеңіздер, сіздер бағалайсыздар. Айта ғой? Браво. Ғалымдар, сонымен сіздердің кейіпкеріңіз ғалымдар. Айтив пе? Ғалым. Жақсы. Айтив талдық, жақсы. Әрекеті балаларға көшпелі алтын сиқыр емес, физикалық құбылыс екенін түсіндірді. Мінезі білімді, мейірімді. Ақ көңіл етті. Құнды болды ма ақпарат? Қызықты болды ма? Толықтыратынсыз бар ма? Жақсы, жарайсыздар, келісемін. Жақсы, болар, келесі жұмысымызды жалғастырайық. Сезімді ояту картасы сіздерге Сәмен, Қажытай ғалымдарге енді осы әңгімеден мазмұны ұсынылды. Сіздерде кейіпкерлерді даралап жинақтаймыз және өз пікірімізді дәлелдеп ұсынамыз. Елестету, кейіпкердің қайсысы қалай елестеттіңіздер, сүйсіну, қай кейіпкердің қылығына сүйсіндіңіз, жек көру, қандай әрекеті ұнамады, жанашы шығарманың қай жерде аяушылық сезімі пайда болды, өкініш сезімі пайда болды ма, таңдалу. Дескриптор бағалау критерийі көрсетілген, бағалау, өз бағалау және 2 о әдісімен ұнады ұсыныс. Бастаңыздар, уақыт 1 минут. Қосымша уақыт
беремін. Сіздердің алдарыңызда бұл сезімді ояту картасы тұр. Балалар картасы тұр. Мен сіздерді мына жаққа ашып қояйын. Критерийлер дискрипті көрсетілген. Шыңғыс бірден картаға жазылған. Сәненді жазамыз. Хаштагты жазамыз. Мына алдыңыздарда тұр. Қазір. Несіне сесіне? Қай жерінде сүйсіндіңіз, қай жерінде жекпегі сезімі пайда болды, қай жерде таң қалдыңыздар. Жеке біз кейіпкерлерді бағаларымызды тамаша. Алар қосымшада құрмет берейін. Аяқтайық. Тамаша. Болғандарымыз қол көтеріп айтамыз. Жақсы. Аяқтап қалдық. Көркем жазамыз. Жеке жұмыс ақылдаспай, жеке өзіміз жазамыз. Шыңғыс болдыңыз ба? Шыңғысты көріп тұрмын. Тағы. Аяқтайық, жылдамдатайық қыздар. Уақыт аяқталды. Қаламды қоямыз. Жазып үлгердік, е? Қане, тамаша үлгердік. Жақсы, қаламды қоямыз. Қоямыз қаламды. Тоғжан. Қане, Тамирис қолымыз көтерейік. Bir әмір. 1, 2, жақсы. Бірінші топ, сіздер сәлменді айтасыздар, е? Жақсы, Шыңғыс сіз айта қойыңыз. Еркежан, арқаға комплимент айтысыне, сіз артына жаңағы стикер жабыстырып, ұнаған ұсыныстарыңыз жазасыз. Арқасына жабыстырасыз. Жақсы, айта қойыңыз. Тыңдаймыз, уақыт аяқталды. Сәмен ақылды физикал дерек. Иә. Сүйсіну шайтан тауға бару жоспары. Жек көру болмады, барлық әрекет ұнады. Жанасу оған сенбеуі. Өкініш көшпелі алтынның шын болмауы. Таңдану физикалық. Тамаша, шын болмауы деген. Мен ойымша сіздің ойынша қалай екен. Жабыстырыңыз. Иә. Арқасына жабыстырсаңыздар ғой, жазып. Сұрап. Қажасыңыз. Түсінсіз бар ма? Осыны жабыстыра қойыңыз. Жақсы, жабыстыра қойыңыз. Қалай жазды екен, қанетінде Еркежан? Менің ойымша, Шыңғыс бұл тапсырманы өте тамаша қабылдады. Келісемін, рахмет, жабыстыра ғой. Рахмет. Келесі, тағы кім айтқан дейді мына топтан? Әмір, жазып қойыңыздар, е? Әмір айтады, әділ бағалайды. Жақсы әмір айта ғой. Елестікті Сәмен ақылды, сезімтал және зерек бала, батылдығы бар. Сүйсіну Сәменнің шайтан тауға бару жоспары мен дайындығы, жек көру Сәменнің әрекеттер толық болады. Жанашыр ауылына қайтқан кезде оған ешкім сенбей, басқа да тұжырымдар жасаған. Кейбіреулері дінмен байланысты шайтан деп ойласа, кейбіреулері көзіне елестеген шығар деп көзін жұмды. Өкініш болмады, таңдамыр жоқ. Өкініш болған жоқ, таңдамыр жоқсыз ба? Жақсы. Айта ғой, әділ қалай бағалайсыз? Өте жақсы айтты, көп ақпарат айтты. Деп ойлайсың, мен де сізбен келісемін. Жақсы. Рахмет. Келесі екінші топтан Айша айта ғой, Тоғжан бағалар ғой. Жақсы.
жайында алғыр сирек адал дос ретінде елестеттім. Сүйсінумен Қажытайдың досын жалғыз қалдырмай Сәменмен бірге шайтан тауға барғанына сүйсіндім. Ешқандай жек көру сезімі туындамады. Мен Қажытайдың үңгірге қозға тығылған сәтінде оны аяп кеттім. Өкініш, олардың көшпелі алтын жеп жүргені жай ғана найзағай болғаны өкінішті болды. Жырабай молния мен шайтан таудың шын өмірде болуы мені таңдандырды. Бағалаңыз. Жақсы жазған, өз ойын жақсы білдіре жүрді. Қосатынын ешқысы жоқ. Жақсы, рахмет. Келесі екінші топта Сая сенің қатты белсен айтып отырсың. Сая айтады, Аружан бағалайды. Арқада сүйіп. Жақсы. Сіз тыңдап отырып жаза беріңіз. Айта қой. Сіздерде ғалымдар. Айтиев пен Борис Михайлович бойлары ұзын, ақылды, өте ақылды деп елестеттіңіз, ары қарай сүйсінген тұсыңыз. Сүйсінген ол Серал Айтиев пен Борис Михайловичтің Қажытай мен Сәменнің қылықтарына күлімсіреп қарап, көшпелі алтын жайында толық ақпарат берді. Жек көрген тұсыңыз. Жек көрген Галузовтың тауда балаларға ұрысқаны жақсы, жан ашығаныз. Жан ашыған кез ол балалардың көшпелі алтын жайында көшпелі алтын аңызын жоққа шығарған кезінде. Жақсы, өкініш болды ма? Өкініш болған жоқ. Таңданған кезіңіз. Таңданған кез ол Борис Михайлович пен Айтиевтің балаларға көрсеткен еңбегі деп ойлайсыз. Жақсы, Аружан қалай бағалайсыз? Бағалай қойыңыз. Өз ойын толық жақсы жеткізді және толық айтуға барды. Жақсы, бере ғой стикерімді. Жақсы балалар. Енді балалар сіздердің алдарыңызда мынандай фигура жатыр, иә? Фигура болды, кішкентай фигуралар жатыр. Сіздер осы шығарманың негізгі ақпараттар бойынша жинақтап шықсаңыздар, әр жауаптар не шығады? Біз көмірді жасағанымыз, бағалау критерияларында кейіпкер мен автор кейсіне қатысты ақпараттарды сәйкестендіреді, дискрипторларды жұмыс жасаймыз. Балалар, жақсы. Жоғарғы температура жетсін. Қай жерде екен жауабы? Шетінде тұрады бала. Асықпаңыз. Жарайды, көріп жатырмыз. Жақсы, бірінші том айта қойыңыздар. Сонымен көшпелі алтын шығармасындағы бөлімдер 3, дұрыс. Мәскеу, Бершевтің келген қаласы Мәскеу дұрыс. Таудағы от бөлімі Сәменнің жалшы еткен от көр, тамаша. Молния ол совет техникасы соңғы шайтанда. Жақсы, жауаптарыңызды көрдім, жарайсыздар. Келесі екінші топ. Жақсы. Сәменнің шайтандағы кездескен адамға болса, жақсы. Сәменнің жалшы еткен от көрі, таудағы от бөлімі тамаша. Аңызға толы тау, шайтандау. Тамаша, жарайсыздар. Үшінші топ сіздерді. Жақсы, мына осы жақсы. Сәменнің досы Қажытай дұрыс, қоскөлерді дүрткен жаңағы Сәменнің алтын көшпелі алтын көруі, жақсы. Көріп тұрмын. Және ғылыми фантастика, көшпелі алтынның жаңыры ғылыми фантастика. Жақсы, жарайсыздар. Жақсы балалар, енді сіздерге соңғы тапсырма. Алланың мені график тұр. Осы графикқа жылдан келіп Сәмен мен Қажытайдың ғалымдардан қандай кейіпкерлерге қандай көңіл күйлері сіздер өзгеріс болған түсірсеңіздер. Көре ғой. Тақырыптан кім керек? Жақсы. Тез түсірсеңіздер болады. Келе ғой. Қажытайдың керек.
көрініп тұр. Айша келе ғой, Анвар келе ғой. Сүре беріңіздер, жылдам. Негізі сабақ 45 минут уақыт болу керек. Бізде әлі оразадан кейін 5 минут уақытымыз бар. Сондықтан тамаша, так, жақсы, енді айта беріңіз, бірден айта беріңіз. Ақырын. Бірден, тынышталайық. Жақсы, бірінші топты тыңдайық. Айта ғой, неге мынандай график болды сізде? Ең басында Сәмен көшпелі алтынды көріп, оның шын екеніне қуанады. Содан кейін ол досымен бірге сапарға аттанады. Жақсы. Және де оны одан сайын ақпарат білмей, бірақ ол көшпелі алтынның шын екеніне әлсіз. Жақсы, көтереді. Содан кейін ол көшпелі алтынның ол физикаға байланысты құбылыс екенін көңілге түседі онда. Одан кейін ол ғалымдардан ақпарат біліп, сол ақпарат үшін ол ақпаратты білгенде қуанады. Жақсы, тамаша, жарайсыздар. Рахмет. Отырамыздар. Екінші топ. Қалай болды сіздерде? Мына жаққа тұра ғой. Сәмен қаждыға келеді, ол кезде көтеріледі, одан соң қажыса екеуі жолға шығады, тағы да көтеріледі. Жақсы. Одан соң олар шайтан тауға жетеді. Жақсы. Көтеріледі. Неге түседі? Олар үңгірге қорқатып болады. Қорқынышты, тамаша, жарайсыздар. Одан соң олар ғалымдарды көреді, сол кезде көтеріледі. Жақсы, тағы да. Кейін олар сол шайтан тауы жайлы ақпарат алып көтереді. Ажап, рахмет, тамаша, жарайсыздар. Үшінші топ. Ең басында гауза балаларды көргенде қорқып кетеді. Тамаша. Содан кейін оларға ғылыми құбылысты түсіндіреді. Жарайсың, көтереді. Одан кейін балалар айтекпен ақылдасады. Жақсы. Одан кейін балалар ғалымдармен қоштасады. Жақсы. Осы жерде тамаша, жарайсыздар, отырамыздар. Енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мына смайликтармен келіп беріп кетсеңіздер. Көңіл кеңіс болмады ма? Ақпарат жеткіліксіз болды ма? Ақпарат жеткілікті болды ма? Қандай деңгейде болды? Бассаңыздар. Жақсы. Ары қарай. Жақсы. Келесі. Жақсы. Жылдамдатайық. Жақсы. Ерасыл. Тамаша. Жақсы балалар. Рахмет отыра қойсаңыздар. Бүгінгі біздің жұмысымыздың нәтижесінде көпшілігімізде өте керемет көңіл күй екен. Рахмет сіздерге балалар. Енді сіздердің ұсыныстарыңыз болса, бүгін сабақ ұнады ма сізге? Ұсынысыңыз бар ма маған? Маған өте қатты ұнады. Ұсынысым жоқ. Жақсы, рахмет. Ұсыныс болса айта кетіңіздер. Сабақтан алған әсеріңіз, ұсынысыңыз. Маған бүгінгі сабақ өте ұнады және жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Ұсынысым күнделікті сабақта осындай қызықты ойындарда ойнап жүрсек деймін. Жақсы, рахмет. Келесі, Аружан. Сабақ өте қызықты өтті және де толық ақпараттар алдық. Рахмет сіздерге балалар. Рахмет балалар. Ендеше үйге тапсырма осы шығармадан алған әсерлеріміз бойынша ой толғау жазып бересіздер, аргументивті. Рахмет.